Сәлем достар, бүгін біз термомикспен татардың қайнары беляшин жасап көреміз. Духовкада жасаймыз. Мына қараңыздар, қалай шыққан қамыры керемет. Сіздер де міндетті түрде жасайды деп ойлаймын. Мына қараңыздар, қалай шыққан. Қаймақпен берсеңіздер болады. Видеода қамырмен қалай жұмыс істеу керек, технологиясы және де мына салманы қалай дайындаймын, соны айтамын. Сондықтан аяғына дейін көріңіздер, ал видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ол үшін термомикс чашасына бірінші жылы сүт құямыз. Қатық. Бір шай қасық қант. Жарты шай қасық ас сода. Ашытқы. 2 минутқа ысытамыз. Көрек не болғанын, ашытқымыз дайын, ұн қосамыз. Жұмыртқа, май, тұз, майлап жібереміз. Қамырын барлығын басқа ыдысқа ауыстырып аламыз. Қараңыздар, қандай керемет қамыр пайда болды. Қолға да жабыспайды. Қазір енді бұның бетін жауып қоямыз. Көтерілем дегенше чашаны бірден жуып, начинка дайындай берсек болады, салмасын. Әзірге начинка дайындаймыз. Фарш қуырып алдым, ет болғаннан кейін 5 минутта жуа. Мысалы 500 грамм фарш болса, 500 грамм жуа, 50 граммдай су, тұз және де қара бұрыш қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Қойдың майын салып жерсе де болады, бірақ біздің үйдегілер онша оны жемейді екен. Сондықтан мен қоспадым. Салмамыз дайын. Осы уақытта қамырымызды көріп жүрейік. Қараңыздар, қандай керемет көтерілген. Бірақ шай қасық ашытқы қостық, қалған ас сода, естеріңізде болса. Шамамен 60 граммдық бізде мына жерде бөлішкелер шықты. Мен өстіп домалақтап қояйық. Менің әлі жартысы бар қамырдың. Бізде бірақ адам бүгін үйде аз болғандықтан мен тек осы 10 ғана штукты істегім келіп тұр. Ал қалғанын, тағы осындай қамыр бар. Оны мұздатқышқа салып қояйық. Қалаған уақытта кейін шығарып жасай береміз. Начинкада артылса мен осылай морозильникке салып қоям. Себебі кез келген уақытта свежий үйде выпечка болады. Енді әдемілеп шариктерді домалақ қыламыз. Және де бір демалдыруға қалдырайық. Мына осындай домалақтаймыз. Қамыр енді айтатыны жоқ. Керемет шыққан. Май қостық, жұмыртқа қостық. Енді мен жалпы өлшеп істегенді жақсы көрем. Сонда әрбір беляшиміз бірдей шығады. Біреу үлкен, біреу кішкентай емес. Енді бір 5 минуттай пленкамен жауып қоя тұрайық. Үстінен майлық. 5 минут өтті. Беляшыларымызды қарап жіберейік. Енді
әрқайсысын алып жаямыз. Мына қамырлар кеуіп кетпеу үшін бұлардың да бетін жаба тұрамыз әзірге. Кеуіп кетпеу керек та. Салманы саламыз. Енді біртіндеп жинаймыз. Қамыр өте жұқа да, өте қалың да болмау керек. Қамыр өте эластичный, әдемі шығыпты. Жұмыс істеу өте ыңғайлы болып жатыр. Противенге бәрін саламыз. Сәл-пәл арасын алшақ қылайық. Енді белешелерімізді сәл-пәл басайық. Тағы да бетін жауып, бір жарты сағат пешіміз қызам дегенше көтерілуге қоя тұрайық. Осылай жарты сағатқа бетін жаба тұрамыз, майлықпен міндетті түрде. Жарты сағат уақыт өтті. Көрейік. Қамырымыз әдемі көтеріліпті. Қазір осыған жұмыртқа жағамыз. Бір жұмыртқамен сонша мөлшерде сүт қосып, осындай бетіне жағамыз. Бірақ қамырыма ешқандай да күмәнданбаймын. Қамыр жұмыс істеуге де ыңғайлы шыққан. Түрі де өзі айтып тұр, көріп тұрсыздар. Осылай грамм-граммен жасаса, бұл поварлардың рецептісі, термомикске енгізілген рецептлер. Сондықтан выпечкада осындай нақты жасау керек та. Менің каналыма тағы қандай ұсыныстар енгізе алатын едіңіздер, қандай пікірлер дамуына себі тиетін. Әр сіздердің лайк басып, комментарий қалдырғандарыңыз каналдың дамуына, әрі қарай видеолар жазылуына осындай пайдалы себебін тигізетін еді. Сондықтан саусақты жоғарыға қарай қойып кетеміз, егер де видео ұнап жатса. Ал енді осы жерде мен сәл-пәл өзімнен лайфхак май қосып жібергім келіп тұр. Негізі қайнары беляшыларын татардың қуырады. Бірақ қуырған білесіздер, зиян екенін асқазанға. Үлкен мөлшерде майға қуырса, ол зиян. Сондықтан неғұрлым духовкаға пісірген ол пайдалы бізге. Орыстың курники пирогтарына да ұқсайды осы жерде. Сондықтан котлетті болсын, етті балықты болсын, бір қуырып жеріп, неғұрлым духовкада пісірген пайдалы болады. Ал біздің духовкамыз қызып тұр. Кеттік духовкаға салайық. Қайнарымыз дайын болды. Мінекей қараңыздар. Қандай керемет шыққан. Нағыз татардың бөлшкесі. Астын қараңыздар. Қаймақпен берсеңіздер болады. Тамаша. Сіздер де жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.